Ұлықпанның ұлына айтқан өсиеті. Ұлықпан хакім өзінің ұлына мынадай 3 түрлі өсиет айтыпты. Әйеліңе сырыңды айтпа. Жаңа байығаннан қарыз алма. Әкімнің нөкерімен дос болма дейді. Баласы әкесінің айтқандарын тексеріп көргісі келді. Сосын бір қойды сойып, етін қапқа салып, қанын сорғалатып үйіне кіріп келді. Әйелі, бұл не деді, шошып кетіп. Ері, түзде бір кісімен ерексіп байқамай өлтіріп алдым. Қаптағы соның денесі, қораға көмейік, сен тек ешкімге айтпа деді. Ертесіне жаңа байыған танысынан әдейіге қарыз алды. Арғы күні әкімнің Дәруха нөкерін қонаққа шақырып, онымен дос болды. Бір күні отбасында ойламаған жерден жанжал туды. Әйелі екеуі біраз жерге барысты. Әйелі шыдамай кетіп, Құдайыңды ұмытайын деген екенсің. Қылмысыңды әшкерелеп, дарға тартқызам деді. Әйелі сол заматта ханға барып, менің байым адам өлтірген. Денесі қорада көмулі жатыр. Айтсаң өлтірем деп мені қорқытты деп байын ұстап береді. Хан нөкерлеріне қылмыскерді кім әкеледі дейді. Сол кезде патшаға жақынбазданған Дәруха, тақсыр, ұқсат болса мен жеткізейін. Өткенде оның үйінде қонақта болғам, түрі сол кезде маған ұнамаған. Бұйырсаңыз алдыңызға сүйреп әкелем деді. Жеткіз деп бұйырды патша. Жандайшап нөкері тілге келместен досын жығып салып, қол аяғын байлап, ат артына өңгеріп сүйрей жөнелді. Досы, «Оу, Дәруха досым, бір күн ас бергенге 40 күн сәлем деген. Үйімде талай отырып ас жеп едің. Қолыма арқан батты, босат. Өз аяғыммен ақ барайын» деді. Дәруха көнбеді. Жолда жаңа байыған танысы кездесті. Досының істі болғанын көріп, қап, қарызым қайтпайтын болды-ау деп жаны қалмады. Хал сұрамастан, «Досым, қарызымды қайтар» деп жабыса кетті. Досы, «Оу, бауырым, тұра тұрсаңшы. Басыма үсті көріп тұрсың ғой. Құтылсам қарызыңды қайтарам» десе де, ол ізінен қалмай сарайға дейін еріп келді. Хан, «Қарағым, бұл не масқара? Сені ел Ұлықпанның ұлы деп айтар. Ата даңқына дақ түсірдің» деді. Бала, әкем 3 түрлі өсиет айтты. Соның растығын тексермек болдым. Әйелімді алдап қораға қой көмдім. Мұқтаждығым болмаса да, жаңа байығаннан қарыз алдым. Достарым көп болса да, сіздің нөкеріңізбен жолдас болдым. Арты осыған әкеп соқты деді. Хан қораны тексертті. Расында да қораға қой көмілген екен. Хан оған риза болып, баланы босатып жіберді.